Барлықтарыңызға үлкен сәлем, арнама қош келдіңіздер. Есімім Дина. Бүгін менің даусым кішкене өзгеше шығуы мүмкін, себебі мен ауырып қалдым. Даусым әлі қарылып тұр. Бірақ оған мән бермеңіздер. Достар, мен сіздерді келе жатқан жаңа жыл мейрамымен құттықтағым келіп отыр. Және бүгінгі видеода жаңа жыл қарсаңында, жаңа жыл демалыстарында ең сүйікті кинолар жайында айтқым келіп отыр. Жыл сайын ол киноларды қарауға тырысамын. Және мен үшін бұл фильмдер жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды. Бірнеше топтамаға бөлетін боламын. Ол әрине біздің сүйіп қарайтын Кеңес одағындағы кинолар, және басқа да шетелдік кинолар және мультфильмдер. Егер өзіміздің Кеңес одағында сүйіп қарайтын фильмдерге келетін болсақ, ол әрине ең біріншіден «Ирония судьбы» немесе «С легким паром», яғни Женя Лукашин мен Надяның екеуінің арасындағы жаңа жыл қарсаңында болып жатқан бір қызықты оқиғалар, басынан кешкендері. Менің ойымша бұл сол кездегі өте сатираға, өте иронияға толы фильмдердің бірі. Сол кездердегі бір келкілікті, барлығының бірдей болғандығы, барлық тіпті үйлердің бір-біріне ұқсатылып, тіпті жиһаздардың бір-біріне ұқсатылып салынатындары, сатылатындары, осының бәрі ирониялық түрде көрсетілген өте қызықты, өте күлкілі фильм. Әсіресе осы 31 күні столға арналған әртүрлі тағамдарды жасап жатып қараған өте қызық. Кеңес одағындағы кинолардың біреуіне келетін болсақ, ол «Джентльмены удачи». Менің әкем әсіресе осы киноны өте қатты жақсы көреді, сүйіп қарайды. Әрқашан қараған сайын бұл киноны жаңадан көрген сияқты күлеміз, барлық сөздерін жатқа білеміз әрине. Және бұл фильмде маған жаңа жылдық демалыспен ассоциация болып келеді. Келесі фильм өздеріңізге танымал Шуриктің оқиғалары, Шуриктің бастан кешкендері. Осы фильмде үш түрлі оқиғадан тұратын болса да, бір фильмде үш түрлі оқиғадан тұратын болса да, мен үшін жаңа жылдық көңіл күйді, жаңа жылдық атмосфераны беретін сияқты. Осы киноны да жыл сайын қызықтап қараймын. Және Кеңес одағынан кейін ресейлік жалпы киноларға келетін болса, жаңа жылдық тек қана бір ғана кино ұнайды, «Тариф новогодний» деп аталады. Өте шынайы, сондай бір жаңа жылда болатын сыйқырлыққа, сондай бір қызықты оқиғаға толы желі. Екі жас бір-бірімен телефон арқылы танысады, бірақ екеуі екі түрлі уақыт кезеңдерінде екендігін кино барысында біле жатамыз, және соңында өте қызық аяқталады. Ресейлік кинолардан тек қана осы «Тариф новогодний» қана ұнайды маған. Ал енді шетелдік киноларға келетін болсақ, жыл сайын, егер теледидардан көрсетпей жатса, көбінесе жаңа жылдық демалыс кезінде мен жыл сайын міндетті түрде қарайтын фильмдердің бірі, ол әрине «Один дома». Бірінші және екінші бөлімдері, сонымен қатар «Реальная любовь». Менің ең сүйікті фильмдерімнің бірі деп айта аламын. Өте қызықты оқиғаларға толы кішкентай желілер, көбінесе махаббатты пайымдайтын, жаңа жыл кезіндегі болатын сыйқырлықты, жалпы адамдар қарым-қатынастарын әртүрлі тұрғыда көрсететін бір өте романтикалық кино. Маған жалпы романтикалық киноларды қараған ұнайды, және сондықтан осы «Реальная любовь» ең бір сүйікті фильмдердің бірі болып табылады мен үшін. Желі өте қызық құрастырылған, және соңында барлық кейіпкерлер қызық түрде барлығы кездеседі бір-бірімен. Жалпы осы киноны қарауға міндетті түрде сіздерге кеңес беремін. Тағы да мен сүйіп қарайтын фильмдердің біреуі Николас Кейдж ойнайтын «Семьянин» киносы. Басты кейіпкер өте бай жігіт болып табылады. Оның өмірінде барлығы бар, машинада, үйде, өзінің жақсы көріп істейтін жұмысы да бар. Бірақ жеке өмірі
біркелкі болғандықтан жаңа жыл қарсаңында осындай бір сиқырлы оқиғалар орын алады. Тағы да бір романтикалық кинолардың бірі. Мен бүгін жалпы тек қана романтикалық кинолар жайында айтып жатқан сияқтымын. Жалпы өзім көбінесе ромком, яғни романтикалық комедиялар, мелодрамаларды, немесе бір сондай өте сентиментальды киноларды қарағанды ұнатамын. Келесі тағы да бір сондай фильмдердің біреуі, ол «Интуиция» деп аталады. Жас жігіт пен жас келіншек жаңа жыл қарсаңында кенеттен күтпеген жерден танысып қалады. Интуицияға сенгіш болғандықтан өзінің нөмірін кітапқа жазып, ал жігіттің телефонын сол кітапты сатып алатын қағазға жазады да ауыстырып, егер бізге кездесу осы тағдырмен кездесу керек болатын болса, онда біз міндетті түрде кездесеміз деп келісіп, екеуі фильм барысында кездесе алмай, осылай соңында өте қызықты түрде қосылады әрине. Және бұл да бір жаңа жылдық көңіл күйді сыйлайтын фильмдердің бірінің қатарына жатады. Және тағы да бір мен өте қатты жақсы көретін және жыл сайын көруге тырысатын ол «Отпуск по обмену» фильмі. Біріншіден актерлық құрамасының өзі ол Кейт Уинслет, Кэмерон Диаз, Джуд Лоу сияқты, Блэк Джек өте тамаша өз рөлдерін сомдап шыққан, өте романтикалық комедия. Жаңа жыл қарсаңында Америкада тұратын Кэмерон Диастың кейіпкері және Англияда тұратын Кейт Уинслет кейіпкері бір-бірінің үйлерімен ауысып, жағындағы атмосфераны, жағдайды ауыстырғысы келеді. Сөйтіп екеуі келісіп үйлерімен ауысады және осы кезде әртүрлі оқиғаларға тап болады. Өте мейірімді сондай фильмдердің біріне жатады. Келесі мен сүйіп қарайтын фильмдердің бірі жаңа жыл кезеңінде, білмеймін неге екенін, мүмкін ол мен үшін әйел жандарының махаббатқа деген құштарлықтарының орындалуы шығар. Маған Бриджит Джонс бірінші және екінші бөліктері өте қатты ұнайды. Жалпы Бриджит Джонс өте күлкілі, сондай кейде қолайсыз жағдайларға түсіп отыратын жас келіншек. Әрине ол өзінің махаббатын іздеу жолында, ол да әртүрлі оқиғаларға тап болады. Бұл оқиғалар да жаңа жыл кезінде болғандықтан, менің ойымша жаңа жылдық көңіл күйді сыйлайтын, жаңа жылдық атмосфераны беретін тағы да бір фильмдердің бірі. Егер сіз мен сияқты романтикалық комедияларды жақсы көретін болсаңыздар, мен айтқан фильмдерге міндетті түрде көңіл бөліңіздер. Мүмкін сіздердің өздеріңіздің жеке тізімдеріңіз болатын болса, міндетті түрде комментарийда жазып кетіңіз. Мүмкін мен кейбір киноларды қараған жоқ шығармын, кейбірлерін мүмкін бүгін айтқан жоқ шығармын. Сондықтан жаңа жыл кезінде, жаңа жыл қарсаңында қарайтын сүйікті киноларыңыз жөнінде комментарийда міндетті түрде бөлісіп отырыңыздар. Және әрине Гарри Поттер сериясындағы ең сүйікті жаңа жылдықты көрсететін әрине бірінші бөлім Гарри Поттер и философский камень. Мен жалпы Гарри Поттердің үлкен фанатымын. Барлық киноларында болып шыққанмын, оларды бірнеше рет қарап шыққанмын, барлық кітаптарын бірнеше реттен оқып шыққанмын, және қосымша кітаптары бар, оның бәрін оқып шыққанмын. Сондықтан мен жаңа жыл кезінде барлығын болмаса да, бірақ бірінші бөлімін қарауға, сондықтан Гарри, Рон және Гермионаның бастан кешкен оқиғаларын жаңа жыл кезінде қарауға кеңес беремін. Ал мультфильмдерге келетін болсақ, ол менің ең жақсы көретін диснейлік Ханшайым Белл, яғни Сұлу мен құбыжық, Красавица и чудовище. Маған тек қана мультфильмі ғана ұнайды. Жалпы киносы онша қатты ұнаған жоқ. Мультфильмі өте қатты ұнайды.
Сонымен қатар Диснейлік «Холодное сердце» мультфильмі де өте қатты ұнайды. Апасы мен сіңілісінің екеуінің арасындағы қарым-қатынасы, махаббаты, бір-біріне деген сүйіспеншілігі, сонымен қатар достық, жақсылық пен жамандықты айыра білу, осының барлығы осы мультикте көрсетілген, өте жақсы түсірілген мультфильмдердің бірі. Ал сіздер өздеріңіз қандай фильмдерді, жаңа жыл кезінде қандай фильмдерді қарағанды ұнатасыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Мен сіздерді келе жатқан жаңа жыл мейрамымен құттықтаймын. Барлығымызға тек қана жақсылық тілеймін. Армандарымыздың барлығы орындалсын. Жаңа жыл барлығымызға жаңа табыс алып келсін. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын.